қазір оқиды. Міне. Мамам айтты, кішкене 3D-сі бар. Енді сендерге мен бір әңгімені айтып берейін ба? Баяғы заманда Бог атты бір бәрінен өзгеше өлмекші тұрыпты. Ол күн сайын не істерін білмей іші пысып отыратын. Бір күні ол жаңа бір дос тапты. Және ол дос оған жаман көрінді. Сонда ол өлді. Вот. Жарайды. Сонымен міне анимациямыз қазір тәмәндемеймін енді. Сіздердің ішіңіз менімен пыспайды деп сенемін. Сендер қандай анимация жасай аласыңдар? Соны маған көрсете аласыңдар ма? Кербаев Ланс арқылы. Мен анау сендерге 3D сурет ол көлемді дейді. Негізінде айтып қойайын. О, анау 3D деп. Тоқта, мынау түсімін қашын. Міне. Кез келген анимация жасау, ол адамдар ойлайтындай сонша оңай емес. Ол үшін көп анау мен осы өзім анимацияға үйренем. Маған анау үйрететін біреу керек. Әзірше үйренетін ол ютубтан қарап сол жерден үйрен. Мысалы, бұлай копировать етіп, сол кадрды миллион жасау керек емес екен. Бұл енді қателесіп. Кейін денесі жаймен деп. Бұл жылжып бастайды. Анимацияда қимылдар болсын деп. Кез келген жалпы 3D анимациялар әсіресе ең қиыны. 3D анимацияда екені анау.
көрген нәрсені көргілер келсе міне. Типа анау. Мынау қалай еді? Сендерге көрінсін деп былай жасай. Мынау боқтың кесірінен мынау адам анау иісі ұнамайды, сөйтіп жерге құлап, оны біреу анау тартады артық. Міне. Одан кейін кішкене қайтады. Қимылдатайын. Аузынан су ағып жатыр. Енді адамның футболкасын және қолын саламыз. Оның футболкасы оның бұнда заготовка қажет. Маған экстремальный. Оя, бұл мен қалған заготовка. Қазір мына жерде кішкене тоқта, қазір түсін таңдау қажет. Киімнің түсі осындай. Это потом можно өзіне. Олай болмайды. Енді футболкасын қимылдап жатыр. Видикті салып бере аламын. Бұл жерде анимацияның өзі маңызды ана кейіпкер, бірақ тоже жақсы ойлап табылған болуы мүмкін. Жаман ойлап табылса, мультфильм қызықсыз болады. Мысалы, кәдімгі графикамен анау, мысалы мынандай қызық мультика жасауға болады. Осындай кейіпкермен. Қазір. Осындай кейіпкермен де қызықты мультхикая жасау. Мысалы, осындай. Оның түрі қызықырақ болсын деп, түстерін таңдау керек. Все мультик мүлдем маңызы жоқ сияқты бір түрлі болады. Мысалы, осындай кейіпкермен қазір. Осындай кейіпкермен қызықты мультхикая жасауға болады. Осындай кейіпкермен міне мынау. Келші инопланетяне. Ойбай, неужели оның аяғы шығып кетті ғой? Осындай кейіпкермен экранда шығып тұрған. Қызық бір анимация жасауға болады. Бірақ ол үшін еңбек қажет. Еңбекпен алған әрқашанда тәтті.
ол жерде кейіпкердің графикасы міндетті түрде жақсы болуы қажет. Былай салуға болмайды. Мысалы, былай. Там резкода бар. Сонда анау. Ол графика бұзуды деуге де болады. Әрқашан кейіпкерде және мультикте бір маңызы болу қажет. Мысалы, ханшайымды құтқару сияқты немесе елді залымдардан құтқару сондай. Әр мультиктің бір маңызы болу қажет. Жарайды. Бір маңызы болу қажет. Маңызсыз мультик онда бір түрлі болады. Мысалы, бір домалақ жүріп, неше түрлі шытырман оқиғалардан өтетіндей. Такой ветер поднялся сильный. Я только из магазина вышла. Сейчас пойдем дома кушать. Газ. Пойдем, бабка, уже голодный. Жарайды, бәріне сау бол, достар. Қазір шыққанды көрсетем. Әлі киімін түгел жасаған жоқпын. Жарайды, осы менің бағдарламам қазір бітеді. Қанша секунд жүретін күнін? Немесе минут 9 секунд. Тіпті осындай анимацияны өзі өте қиын. Жарайды, бәріне сау бол, достар. Келесі бағдарламада көрісіп, неше түрлі қызықтардан өтейік.